Сәлем, мен Аскербек, және біздің ғаламшарымыз өмір сүруге өте қолайлы әрі қауіпсіз. Бірақ кейде жанартаудың атқылауы, цунами, өте қатты дауылдарды жиі болып тұрады. Алайда астрономдар ғарышты бақылау барысында ашып жатқан ғаламшарларда адам сенгісіз құбылыстарға ие. Біздің ғаламшардың табиғи құбылыстарын салыстырғанда біздікі жай ойыншықпен тең болып қалады. Солардың бірі жақында ашылған Coord 7b экзо ғаламшары жерден 500 жарық жылы арақашықтықта орналасқан. Coord 7b өз жұлдызына өте жақын орналасқан. Соның қасында ол өзінің жұлдызын 20 сағатта айналып болады. Яғни 20 сағат сайын онда жаңа жыл. Бірақ қуануға әлі ерте. Coord 7b өз жұлдызына өте жақын орналасқандықтан, оның күн светінің бетіндегі температурасы 2500 градус, ал қараңғы жағында 50 градус. Нормально. 2500 градус ыстықтың әсерінен оның жер қыртысы еріп, лаваға айналып кәдімгідей су сияқты буланып жатыр. Булану барысында пайда болған бұлттар қараңғы жағына қарай ығысып, салқын температураның әсерінен жаңбыр болып түседі. Бірақ бұл жаңбыр бізге үйреншікті су тамшылары емес, ол кәдімгі тас болып жауады. Ал келесі ғаламшар жерден 800 жарық жылында орналасқан TRACE 2b ғаламшары. Бұл газды гиганттың басты ерекшелігі оның қап-қара түсі. Бұл газды планета бетіне түскен жарықтың тек 1% ғана кері қайтарады. Ал мысалға барлығымыз білетін, қап-қара деп ойлайтын көмірді мысалға алайық. Көмір бетіне түскен жарықтың тек 4-5% ғана кері қайтарады. Сонда ойлана беріңіздер, TRACE 2b біз қап-қара деп ойлайтын көмірдің өзінен қап-қара. Тіпті жарық шығармайды десек те болады. Сондықтан осы ғаламшарды зерттеу ғалымдарға қиынға соғып отыр. Әзірше TRACE 2b сияқты ғаламшарлар әлі мүлдем табылған жоқ. TRACE 2b қап-қара әрі үстінсіз ғаламшар болса, HD 189773b экзо ғаламшары керісінше әп-әдемі. Қараңыздар, не деген көз тартарлық сұлулық. Өзіміздің жер ғаламшарымыз секілді көгілдір әрі қауіпсіз көрінеді. Бірақ бұл тек сырт көзге ғана, шын мәнісінде бұл адам жолайтын жер емес. Бұл экзо ғаламшар силикатты бөлшектердің арқасында көгілдір түске боялып тұр. Ал силикатты бөлшектер неше түрлі әйнек, шыны сияқты материалдардың негізгі қалаушысы болып келеді. Осы минералдар жоғары температураның әсерінен буланып, силикатты бұлттар пайда болып, кәдімгі шыны әйнектен тұратын жаңбыр жиі болып тұрады. Бұндай жаңбырды көзге елестетудің өзі қиын. Аса қауіпті жаңбырдан сіз қашып құтылсаңыз да, сіз енді жойқын желден қашып құтыла алмайсыз. Осы кеше ғана қаңтар айында еліміздің астанасында болған 30 метр секунд желдің әсерінен бүкіл халық шулап, кішігірім табиғи апатқа айналған тұғын. Сол кезде бүкіл халық ел шулап, адамдар бір орында желге қарама-қарсы бағытта жүре алмаған. Енді осы біздің ашулы экзо ғаламшарымыздағы желдің жылдамдығы 2000 км/секундқа дейін жетеді. Енді осы жел біздің ғаламшарымызда болса, не болатынын елестету өзі қиын. Бұл ғаламшарлардың барлығы жақында ашылған және Кельт 9b ғаламшарымен салыстырғанда, олар бізге жерұйық сияқты. Өйткені Кельт 9b-ның температурасы 4000-5000 градус. Мысалға салыстыру үшін біздің күніміздің өзінің температурасы 5000 градус. Ал Кельт 9b ғаламшардың өзінің 5000 градус болып тұрса, ал Кельт 9b-ның жұлдызының күннің температурасы қанша болатынын білмейміз. Аспан әлемін зерттей келе, біз үшін тек бір ғана жерұйық бар екенін білдік. Ол біздің туған жеріміз, яғни жер ғаламшары. Мүмкін алдағы уақытта Марсты отарлау мүмкін, бірақ оған әлі ерте. Ал оны қалай отарлайды, сізге қызықты болса, жинал Марсқа ұшамыз атты видеоны көріңіз. Ол мына жерге ма, осы жерге шығады. Сондықтан да кіріңіз, көріңіз. Ол өте қызықты видео. Ал дәл қазіргі уақытта біздің жер ғаламшарымыз сияқты тіршілікке жарамды экзо ғаламшарларды табуымыз, таппауымыз ол біздің қолымызда. Сол үшін сен өзің дамып, каналға тіркел, лайкты бас. Осы қауіпті әрі сұмдық ғаламшарлар жайлы өзіңнің пікіріңді комментарийға жаз. Әрине каналға тіркел. Келесі видеоларда асыға күтеміз. Барлығы алда. Сіздермен болған мен, Аскербек. Пока. Өзің дамып, сау болыңыздар.